Саламатсыз ба, құрметті әріптестер және құрметті студенттер. Бүгінгі сізге ұсынылып отырған сабақ педагогика пәнінен мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығына арналған. Мен мектепке дейінгі тәрбие және оқыту кафедрасының оқытушысымын, Сәрсенғалиева Ажар Батырбайым. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы педагогика пәні, мақсаты, міндеттері. Ең бірінші сіздермен көңіл күйіңізді көтеру үшін және сабағымыз сәтті өту үшін тренинг достық көпірін ұсынамын. Қолдарымызды жоғарғы ұстайық, біріктіреміз және мысалы деген біз бір-бірімізге күлімдеп қарап, жақсы көңіл күй сыйлаймыз, бір-бірімізге күлімдеп қарайық. Сонда біздің көңіл күйіміз көтеріліп, сабағымыз жақсы сәтті өтеді. Рахмет сіздерге. Ең бірінші сіздерге осындай сұрақ қойғым келеді. Тәрбие деген сөзге қандай ассоциациялар пайда болады сізде? Тәрбие туралы қандай мақал-мәтелдер білесіз? Есіңізге түсіріңізші. Және тәрбие сөзінің мағынасын қалай ашар едіңіз? Өзіңіз қандай ой-пікірлеріңіз болса, соны ішіңізден айтып көріңіз. Бүгінгі біздің сабағымыз жоспарымыз сіздің алдарыңызда тұр. Педагогика пәні, оның негізгі қандай ұғымдары бар екен, педагогика ғылымының қандай міндет мақсаттары бар екен, және педагогика ғылымының салалары және басқа ғылымдармен қандай байланысы бар екен, сол туралы ашып көреміз. Педагогика деген ұғым негізі көне грек елдерінде пайда болған. Педагогика деген сөз термин көне грек тілінен шыққан. Ол балаларды ертіп жүру, баланы жетектеп мектепке апару деген сөз. Анырақ айтатын болсақ, педагогика термині гректің екі сөзінен пайыз, балалар және эгейн, баланы басқару, тәрбиелеу, жетектеу, бағу ұғымдарынан шыққан. Педагогика бала жайындағы ғылым. Олай болса, ол ұрпақ тәрбиесі жайында білім. Негізі құл иеленушілік кезінде пайда болған, сол кезде педагог деп құлдарды атаған. Сол адамдар баланы жетектеп мектепке апарып, мектептен алып келіп, оны оқытумен айналысқан соң, оларды педагог деп атаған. Алғашқы педагогикалық ой-пікірлерді ертедегі шығыс елдерінің Мысыр, Вавилония, Үнді, Қытай философия жүйесінде дамып, кейін біртіндеп өз алдына жеке ғылым болып бастады. Ежелгі дүние философы ертедегі шығыс елдерінің қорытып жиыстырған білім мұрасын дамытқан еді. Сократ, Платон, Демокрит, олар саясат, тәрбие, мемлекет, адам тәрбиесінің мақсаттары мен мазмұны және ерекшелігі сияқты педагогикалық мәселелерді қарастырды. Педагогиканы алғаш рет пән ретінде бөлген Фрэнсис Бекон. Педагогиканың атасы чех ғалымы Ян Амос Коменский. Бұл кісі ең бірінші ұлы дидактика деген еңбегін жазған. Негізгі қандай еңбектер жазған Ян Амос Коменский? 1627 жылы ұлы дидактиканы жазған. Сосын отбасындағы тәрбие ата-аналарға арналған туралы еңбек Аналар мектебі. Ян Амос Коменскийдің пікірінше, бұл баланы туғаннан бастап ананың мектебінен өту қажет деп айтқан. Суреттер арқылы сезім заттардың әлемі деген еңбегін жазған. Тілдер мен барлық ғылымдардың ашық есігі, физика, астрономия, дұрыс ұйымдастырылған мектебінің заңдылықтары және тағы басқа еңбектерінің жазған. Енді педагогиканың қандай қызмет атқарады екен? Сіздердің алдарыңызда слайдқа көңіл аударсаңыздар, негізгі 4 қызметі бар. Педагогикалық тәжірибені жақсарту, қойылған мақсаттарға жетуге арналған тиімді жолдарды мен тәсілдерді іздестіру, келешек ұрпақтарға жинақталған өндірістік, әлеуметтік және рухани тәжірибені тарату, тәрбие заңдарын зерттеу, тану, және адамзатты оқыту және білімдендіру деп қызметі ұсынылады.
Келесі, сіздердің алдарыңызда педагогиканың міндеттері. Қараңызшы, слайдқа көңіл аударсаңыздар, бүкіл оның қандай міндеттері бар екен. Білім білік дағдыны тарату үрдісін ұйымдастыру, адам тәрбиесі туралы ғылыми білімдерді жинақтау және жүйелеу бар, жеке тұлғаның дамуы мен тәрбие арасындағы заңдылықтарын зерттеу, жеке тұлғаның даму механизмін зерттеу, оқу құралдары мен бағдарламаларды, оқулықтарды құрастыру деген сияқты тағы да басқа міндеттер алдарыңызда. Педагогика салаларына көптеген салалары бар. Мысалы деген ең бірінші педагогика тарихы болса, мектепке дейінгі педагогика бар, мектеп педагогикасы бар, коррекциялық педагогика, отбасылық, жас ерекшелік педагогикасы, педагогика методологиясы мен теориясы, кәсіби педагогика, әлеуметтік педагогика, орта кәсіби білім беру педагогикасы деп атауға болады. Педагогиканың негізгі ұғымдарына не жатады екен? Ең бірінші тәрбие болса, екіншісі білім беру және оқыту. Үш негізгі ұғымы. Тәрбие дегеніміз адамдарды қоғамдық өмірге және өнімді еңбекке дайындау мақсатын көздеп, жаңа ұрпаққа қоғамдық тарихи тәжірибені беру процесін деп атайды. Тәрбие ұғымымен кең мағынада әлеуметтік қоғамдағы құбылыс ретінде барлық тәрбие салаларына атап айтсақ, отбасы, мектепке дейінгі мекеме, оқу тәрбие орындары, еңбек ұжымы, ақпарат құралдары, баспа орындары қамтиды. Білім беру, табиғат пен қоғам жайында жинақталған білім жүйесін жеке адамның меңгеруі және оның өмірде тиімді етіп қолдана білуі. Білім беру ұғымын педагогикаға тұңғыш енгізген Иоганн Песталоцци. Білім беру оқыту мен тәрбие жұмысын біріктіретін және жеке бастық дамуына ықпал жасайтын процесс. Оқыту. Білім берудің негізгі жолы оқыту екі жақты бір текті процесс. Оқытушы оқушыларға білім беру іскерлік дағдыға үйретеді. Оқытушы таным міндеттерін жеке түсініп, жаңа білімді, іскерлікті дағдыны игереді және оларды өмірге қолданады. Ал енді осы сабақтан алған білімдерін тапсырмалар арқылы бекітіп көрейік. Ең бірінші, сіздердің алдарыңызда слайдта қарасаңыз, педагогика қалаушыларының есімдерін есімізге алып көрейік. Сіздердің алдарыңызда көптеген суреттер бар. Кім екен бұлар? Алдында айтылған есімдерін есіңізге салып көріңіз. Төмендегі берілген сөздерге педагогика салаларын сәйкестендіру. Мысалы, туғаннан мектепке бару кезеңі қандай педагогика саласы зерттейді? Даму кезеңдері, қоғам және тәрбие, жас ерекшелік және ұлттық тәрбие. Өздеріңіз білімдеріңізді тексеру үшін қарайық. Туғаннан мектепке дейін беру кезеңі, мектепке дейінгі педагогика. Даму кезеңдерін педагогика тарихы зерттейді саласы, қоғам және тәрбие әлеуметтік педагогика, жас ерекшелік педагогика және ұлттық тәрбиені этнопедагогика саласы зерттейді екен. Енді шығармашылық тапсырма. Бір бет қағаз алып, қолдарыңызға қалам алып, нақыл сөзді негізге алып, эссе жазып көріңіз. Бірақ эссеңіз тек қана 5-6 сөйлемнен тұру керек. Мысалы, Абайдың жақсы сөзі бар. Бала тәрбиесі басты байлығын кешіксең көретінің қайғы мұң. Немесе Антон Семенович Макаренко тәрбиеші болу үшін тәрбиеленген болу керек деген. Сондықтан өзіңіз таңдап көріп, 5-6 сөйлем жазып көріңіз. Келесі бір бет қағазға сіздер постер толтырып көріңіз. Мүмкін тәрбие үрдісі сіздің бойынша қандай мүмкіндіктері бар екен? Қандай күшті жақтары бар екен? Немесе жаңа жолдары бар екен? Әлде әлсіздігі бар екен? Келесі тапсырма Синквейн. Бір зат есім аламыз. Мысалы, педагогика ма, тәрбие аласыз ба? Осы бір зат есімге сіз 2 сын есім жазып көріңіз. 3 етістік, 4 сөзден сөйлеп,
және синоним алған зат есіміңізге. Келесі сабаққа үй тапсырмасы. Тақырып бойынша қысқа конспект, тірек-сызба жасау, кластер, постер құрастыру. Педагогика дамуына үлес қосқан, Қазақстан педагогикасына үлес қосқан ғалымдар, сол туралы презентация, баяндама дайындау өзіңіз таңдайсыз. Педагогика пәні, мақсаты, міндеттері, глоссарий құрастырып көріңіз, кемінде 10 сөз. Эссе, педагогика, кеше және бүгін. Назарларыңызға рахмет.